Сәлем құрметті арыстандар белгісі, бұл сіздердің 2025 жылға арналған жұлдызнама. Бұл видеода біздер әрбір салаға және әрбір осы жылдың айына тоқталып кетеміз. 2025 жыл арыстандар белгісіндегі адамдар үшін өте маңызды кезең болады. Бұл жыл трансформациялар, қаржылық және жеке өмірдегі өзгерістер, жаңа мүмкіндіктер, бірақ сонымен қатар сын қатерлерге де толы болады. Өмірдің әртүрлі салаларына қалай әсер ететінін қарастырайық. Жеке өмір және қарым-қатынас. 2025 жылы қарым-қатынастар саласы айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Плутон планетасы серіктестік секторында орналасады. Бұл барлық жасырын мәселелердің айқындалуына әкеледі. Егер қарым-қатынаста сенімсіздік немесе алдау болса, олар осы уақытта анықталады, немесе көрінеді, немесе сыртқа шығады деп айтуға болады. Бірақ бұл кезең ескі реніштерден арылып, жаңа сапалы қарым-қатынас құру мүмкіндігін береді. Жаңа таныстықтар, көбісі тағдырлы адамын кездестіруі мүмкін. Жаңа қатынас күрделі болуы мүмкін, бірақ өзіңізді дамытуға көмектеседі. Қарым-қатынасты сақтау үшін өзіңізбен жұмыс жасау қажет болады. Қазір қарым-қатынаста жүрген адамдарға, яғни біреумен кездесіп жүрген болсаңыз, қарым-қатынастың сапасы маңыздырақ болады. Ортақ жоспарлар, ортақ қаржылық мәселелер басты назарда болады. Ортақ бюджет деп айтуға болады. Серіктестің карьера немесе табысы өсуі мүмкін. Яғни сіздің партнер адамның, сіздің жолдасыңыздың немесе жүріп жүрген адамның табысы өсуі мүмкін. Бұл әрине бұл сіздің де өмірге әсер етеді. Яғни жалпы сізде біріккен бюджет болады деп айтуға болады. Немесе қазірден бастап қарым-қатынас жаңа деңгейге өсіп, мүмкін сіз табыстарыңызды қосып, қандай да бір үлкен арманға бірге жүре бастайсыз. Немесе бірге мысалы үй алуға қазір ақша жинай бастайсыз деген сияқты. Яғни ортақ бюджеттің тақырыбы сізде алда тұрады. Қаржы туралы жеке айтатын болсақ, 2025 жыл қаржылай өсу және өзгерістерге де толы. Солтүстік түйін жаңағы северный узел сізде 8-ші үйде болғандықтан, 8-ші үй ол біздің жұмыс орындағы емес, біз күтпеген ақшаның үйі. 8-ші үйде сізде болғандықтан, бұл қаржыңызды басқару тәсілдеріңізді өзгертуі мүмкін. Негізгі тенденциялар сізде былай болады: жалақының немесе табыстың артуы, инвестиция немесе мұрагерлік мәселелердің көтерілуі, ірі үлкен покупка, жаңағы сатып алулар жасауға мүмкіндік туады. Яғни бір үлкен покупка дегенде ол машина болуы мүмкін, үй болуы мүмкін. Мүмкін егер де сізде бизнес, қандай да бір кәсібіңіз болса, сол кәсіпке арналған оборудование, жаңағы инструмент үлкен болуы мүмкін, қандай да бір машиналар, сондай нәрселер болуы мүмкін. Және жаңа қаржылық көздері, жаңа табыс көздері де ашылуы мүмкін. Мысалы, әртүрлі бизнес серіктестіктерден түскен табыс, немесе мүмкін мемлекеттік жәрдемақы, немесе қосымша жобалар болуы мүмкін. Басқа жұмыс туралы айтатын болсақ, карьерада, яғни егер де жұмыс орнында өзінің кәсіби емес жұмыс жасайтын адамдарда бұл жұмыс орнында өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа жұмыс ұсыныстары және қызметте көтерілу ықтималдығы өте жоғары. Және әрине бизнес бастау үшін қолайлы уақыттар болады. Оны қазір әрбір айға тоқталғанда айтып кетемін. Денсаулық туралы айтатын болсақ, 2025 жылы денсаулығыңызға ерекше көңіл бөлу қажет. Егер созылмалы ауруларыңыз болса, яғни көптен бері ауырып жүрген, немесе қинап жүрген, немесе созылып кеткен нәрселер болса, қазір жақсаруы мүмкін жағдайыңыз, немесе қазір мүмкін басқа методпен емдейтін боласыз, немесе қазір өзіңіздің өмір салтыңызды өзгертіп, соның арты сіздің денсаулығыңызға оң жағынан әсер етуі мүмкін. Сондықтан
ағзаңызды тазарту, дұрыс тамақтану және спортқа көңіл бөлу өте маңызды. 2025 жылдың алғашқы айларында, әсіресе қаңтар мен наурыз айының араларында күрделі медициналық процедуралардан аулақ болу ұсынылады. Кішкене мүмкін ары қарай басқа даталарға жазылып деген сияқты. Әрине, егер де сіз бұған дейін оны пландаған операция, пландаған нәрсе болса, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ егер де қазір ғана пландап жатсаңыз, онда наурыздан кейінгі уақытқа ысыруға болады. Жаз мезгілінде денсаулыққа қатысты жаңа әдеттер қалыптастыруға ең қолайлы уақыт. Әрбір айға тоқталатын болсақ, әрине қазір мен наурыз айында жазып отырмын бұл видеоны, бірақ 2025-ке толық жылға болғандықтан болып өтіп кеткен айларда айта кетемін. Қаңтар айында жыл басталысымен қарым-қатынастағы қиындықтар байқалады. Қаржы мәселелерін қайта қарау қажеттілігі және түбегейлі шешім қабылдауға асықпаңыз. Яғни қаңтарда сондай рекомендациялар болған еді, немесе болар еді. Ақпан айына келсек, ақпан айында өткен жылдағы істерге есеп беретін кезең болды. Ішкі трансформациялар және жеке мақсаттарды айқындау уақыты болды, және маңызды шешімдер қабылдау үшін қолайлы уақыт болды. Наурыз айында қаржы мен жұмысқа қатысты өзгерістер басталады. Шығындарды азайтып, жинақ жасауға назар аудару қажет, яғни ақшаны түгендеуге. Және жеке қатынастарда эмоцияларды басқару маңызды, яғни өзіңіздің эмоционалды жағдайыңызды бақылау қажет басқа адамдармен қарым-қатынаста. Наурыз айына арналған толық видео арнада бар, содан қарасаңыз болады. Келесі сәуір айы. Сәуір айында карьералық мүмкіндіктер пайда болады, жұмыс орнында мүмкіндіктер пайда болады. Және егер де бұған дейін басқа жерде жұмыс жасап кетсеңіз, сол жердегі адамдар қазір сізге қайтып шығуы мүмкін, немесе хабарласып сізді бұрында жасап кеткен жұмыс орнына шақыруы мүмкін. Іскерлік келісімдер үшін өте қолайлы уақыт, және жаңа ортаға бейімделу керек. Мүмкін сіз бұрын жасап кеткен жұмыс орнына қайта барасыз, немесе бұрын бірге жұмыс жасаған адамдармен бірге солардың ішінен бір серіктестіктер, яғни бизнес-партнер табып, сол адаммен бірге жаңа кәсіп бастауыңыз мүмкін. Мамыр айы. Мамыр айында үлкен жаңағы покупка, сатып алулар немесе инвестиция жасауға қолайлы уақыт. Жұмыста беделіңіз артады, жұмыс жасайтын адамдарда, және отбасыңызға көбірек көңіл бөлу қажет болады. Маусым айында үй іші жаңағы пәтер, үй, көшу жұмыстары немесе көшуге байланысты тақырыптар көтерілуі мүмкін. Пәтер сатып алуыңыз мүмкін, немесе үй сатып алуыңыз мүмкін, немесе жөндеу жұмыстарын бастау үшін жақсы уақыт. Және маусым айында шетелге шығу және білім алу туралы да ойлануға болады, себебі ол айда Меркурий планетасы сізде активность көрсететін болады, белсенділік. Бірақ ол туралы маусым айында толығырақ айтамын, жазамын арнайы видео. Шілдеде сізде өз-өзіңізге көңіл бөлетін уақыт болады. Жаңа бастамалар үшін сізде энергия туады, яғни жаңа энергия көбірек болады. Және қандай да бізде әрине әрбір айда жаңа ай туғанда жаңа жоба, жаңа проект бастауға болады. Бірақ соның ішінде кейбір айларда жеке жаңағы сіздің белгіңізде белгілі бір планеталар көбірек жаңағы активный, белсенді болса, сізге ол көбірек энергия беруі мүмкін. Мысалы, егер де ол Марс планетасы болса, әсіресе басқа айларға қарағанда сізде сол айда көбірек энергия болады деген. Маусым, шілде жаңа бастамалар үшін энергия деп айттым, және романтикалық қарым-қатынаста қызықты өзгерістер орын алуы мүмкін. Тамыз айында қаржы мәселелеріне мұқият қарау керек,
және туыстармен немесе достармен қарым-қатынасты нығайтуға қолайлы уақыт болады. Қыркүйек айында жаңа жобалар және жұмысқа қатысты оң позитивті өзгерістер болуы мүмкін. Және қыркүйек айында денсаулығыңызды күтуге ерекше назар аудару керек болады. Қазан айында тұлғалық дамуға бағытталған маңызды шешімдер қабылдайсыз және жаңа келісімдер мен мүмкіндіктер ашылуы ықтимал. Қараша айында қарым-қатынастағы шынайылық маңызды болады бұл кезде, және жеке өміріңізде маңызды түбегейлі өзгерістер болуы мүмкін, яғни ары қарай 2026 одан да кейінгі өміріңізге қатты әсер болатын қандай да бір шешімдер жасауыңыз мүмкін қарым-қатынаста, жеке өміріңізде. Карьерада жаңа мүмкіндіктер пайда болады сонымен ақ қараша айында. Желтоқсан айында жылдың қорытындысын шығарасыз, алдағы жылдарға жоспар құрайсыз әрине, және сізде жаңа өмірлік цикл басталады. Егер де қорытындылайтын болсақ, арыстандар үшін 2025 қаржы, эмоционалдық және жеке өмірдегі үлкен өзгерістерге толы болады. Бірақ әрине сіздің өзіңізге байланысты болады. Қаншалықты сіз өзіңізді бақылап, керек кезде, керек жерде мүмкіндіктерді ұстап қала аласыз. Әрине өзіңізге сеніңіз. Бұл жылы қиындықтармен қатар жаңа мүмкіндіктер сізде өте көп болады. Сондықтан өзіңізге сенімді болып, мақсаттарыңызды айқын анықтаңыз. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Тағы да кездескенше.